Ал Ботақан, бүгін біз жаңа сабағымызды бастайық. Бүгін біз жаңа әріп өтеміз. Өткен жол қандай әріп өттік? К. Жоқ, К-дан кейін үйрекке келетін қандай әріп? Ө деген әріп өттік. Бүгін біз жаңа әріп өтеміз. Мынау қандай әріп? И деген әріп. Ол қандай сөздерге келеді? Ит деген келеді. Дұрыс айтасың, итке келеді. Мынау не нәрсе, білесің ба? Мотылек. Жоқ, бұл инелік деген нәрсе. Инелік. Тырр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 rr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 
Буындарды оқиық. Мынау қандай буын? Ил. Мынау? Ли. Қайта айт. Ли. Дұрыс. Мынау? Ин. Дұрыс. Ни. Дұрыс. Ир. Дұрыс. Ри. Дұрыс. Мынау? Ик. Дұрыс. Мынау? Ки. Дұрыс. Мынау? Ик. Дұрыс. Мынау? Қи. 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 Дұрыс. Қи. Дұрыс. Қайшымен. Қайшымен қи. Қи. Мынау қандай? Ис. Дұрыс. Си. Си. До, ре, ми, фа, соль, ля, си дегенде, е? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Дұрыс. Жарайсың бұтақан. Мынау қандай? Ми. Дұрыс. М. Дұрыс. Ма. Дұрыс. Мынау? Ри. Иә, мынау? Ре. Дұрыс. Р. Дұрыс. Мынау? Ди. Да. Д. Дұрыс. Д. Дұрыс. Жарайсың. Мынау? Ши. Е емес бұл, и бұтақан. Қайта оқы. Ши. Дұрыс. Ш. Ш. Дұрыс. Мынау? Ти. Т. Дұрыс. Т. Дұрыс. Жарайсың, балапан. Мынау қандай сөздер екен? И. Ек. Иек. Ек. Ол не? Не бұл? Мынау ек деген. Иек. Мынау астындағы сөз? И. Ық. Иық. Ол не? Ол жаңағы өзің көрсеткен. Ек. Иә. Ек. Иек. Иық. Иек. Қайта айтшы. Иек. Сосын? Иық. Иық. Дұрыс. Жарайсың. Енді мынау. Келесі сөз. И. Ирек. Ирек. Иә, ол не? Ирек, е? Мынандай болса түзу болады. Биткен болса ол ирек болады, е? Жарайсың. Мынау қандай сөз? Тие. Иек. Сонда қалай болды? Тиек. Тиек. Дұрыс. Тиек деген нәрсе. Отақан тиек деген мына нәрсе. Көрдің бе? Домбыраның мына нәрсесін тиек деп айтады. Мынау ағаш тұр ғой? Ағаш? Осын тиек деп айтады. Бұл тиек болмаса, домбыраның дыбысы шықпайды. Мына қазір мысалы тиек тұр ғой? Тиек тұрған домбыраны қарам. Тиек жоқ болса мына қара. Тиек алып тастаса мысалы үшін, онда домбыраның дауысы шықпайды. Бұрқ деп қалады. Көрдің бе? Өте маңызды нәрсе домбыра үшін. Ал кеттік ары қарай. Мынау қандай сөз? Ти. Н. Ти. Н. Тиен. 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 Ол сондай жануар, е? Орманда жүреді. Тиен деген нәрсе. Мынау қандай? Мен білмеймін қандай жануар. Артынан көрсетемін. Мынау қандай сөз? Ти. Қайта. Тиен.
Иә, біріншісі тиын, Тиын. екіншісі тиын. Тиын. Тиын деген ол ақша. Ақшаның кішкентай бөлігі. 1 теңге 50 тиын. Түсіндің ба? Тиын. 1 теңге 100 тиыннан тұрады. Түсіндің ба? Тиын деген ол аң. Екеуі екі түрлі мағынаны білдіреді. Бірақ бір-біріне ұқсайды. Көрдің бе? Мынау мынау айтылғанда тиын жіңішке айтылады. Мынада тиын жоғынырақ айтылады. Жақсы жарайды. Ары қарай кеттік. Мынау? Киік. Ік. Иә. Киік. Дұрыс, киік. Киік. Ол да жануар. Далада жүретін. Келесі сөз? Қи. Ық. Қиық. Қиық, дұрыс айтасың. Қиық. Қашымен қиып тастаған жерде қиық деп айтады. Түсіндің бе? Ал келесі сөз. Енді сөздерді Не оқиық. қайшы? Иә, дұрыс айтасың. Ол енекім қайшы? Мынау қандай сөз? Үлкен. Иә, қандай сөз мынау? Де. Диде. Ди. Диқан. 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 Диқан деген ол осындай жеміс, жидек, көкөніс өсіретін адамды диқан деп айтады. Олар бұз? Мынау қауын жинап жүр. Иә? Қауын ғой мына сары. Я. Алдыня. Дұрыс. Мынау қандай сөз? О. Мынау қандай сөз? Ли. Дұрыс. Мон. Лимон. Дұрыс. Оны білесің, е? Я. Шайға қосып ішеміз, е? Я. Лимон. Жарайсың. Мынау қандай сөз? Си. Иә, мынау. Ыр. Сиыр. Дұрыс. Му, дей ма? Аға. Жақсы. Мынау қандай? Қи. Сық. Қисық. Дұрыс. Мына қара. Қисық ағаштар, е? Я. Теректе қисық-қисық қойып өскен. Мен сондай көрген жоқпын. Оны орманға барсаң көресің осындай ағаштар. Қисық ағаштар. Ал мынау қандай сөз? И. Ни. Лік. Инелік. Дұрыс. Жаңағы инелік, е? Я. Көрдің бе, қандай ұзын. Несі бар, құйрығы бар. Аға. 4 қанаты бар екен. 6 аяғы бар екен, қараш. Аға. Мына жерде Менде 6 жас. Иә. 6 мұрты бар екен, е? 2 мұрты бар екен, көрдің бе? 2. Аға. Мынау қандай сөз? Са. Иә. Қи. Иә. На. Иә. Сахина. Дұрыс. Сақина, е? Я. Алтын сақина, көрдің бе? Жақсы, келесі сөз. Ал. Біз почти біттік. Иә, біз сөйлемге келдік, е? Ал. Я. Қандай сөз? И. Имаш. Имаш. Дұрыс. Имаш. Иә. Ол адамды Аты. Аты? Адамның аты Имаш деген, е? аға. Ары қарай. Мынаның алдына д қойсаң, онда кім болады? Димаш. 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 Димаш Құдайберген, е? Аға. Имаш, сосын? Имаш. Имаш. Шие. Иә, сонда қалай болды? Имаш, шие. Имаш, шие. Не істеді? Ал. Иә. Сонда қалай болды? Имаш, шие, ал. Дұрыс. Ары қарай? Ол. Иә. Ш. Дұрыс. Рын. Иә. Д. Шырынды. Дұрыс. Ол шырынды дейді. Я. Ол шырынды.
Әне осынында. Шырынды деген, шырын деген ол сок. Яғни шиенің шырыны көп деген сөз. Түсіндің бе? Шиеден көп сок жасауға болады, шырын жасауға болады деген сөз, иә? Аға. Сонда толығымен сөйлем қалай болды? Бәрін басынан бастап оқып шықшы. Имаш шие ал, ол шырынды. Ой, жарайсың. Жарайсың, Ботақан, бүгін сөздерді, әріптерді, буындарды ешқандай қатесіз оқыдың. Енді одан ары қарай да осылай жақсы оқи береміз. Иә? Өткен әріптердің барлығын қайталап, есімізге түсіріп, жаңа әріптерді оқуға үлкен дайындықпен келіп отырамыз. Иә? Иә. Жақсы ма? Иә. Жарайды. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз. Сау болыңыз.